Достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ, нәзік болып шығатын сүзбелі бәліштің рецебін ұсынамын. Дәл осы рецеппен бірден заказ қабылдап пісірсеңіздер болады. Бірінші жасағаннан шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Болашақта жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның описаниясына қалдыратын боламын. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы сары май қажет. Менде 72% май. Осындай жұп-жұмсақ болу керек. Майымызға қантымызды қосып, араластырып аламыз. Шанышқының көмегімен араластырсаңыздар болады, мен секілді. Миксерді де қолдансаңыздар болады. Бір келкі етіп араластырып алғаннан кейін бір жұмыртқа қосып, бір келкі масса болғанға дейін қайта араластырамыз. Бізде үгітпелі қамыр болады, яғни орысша айтқанда песочное тесто. Ендігі кезекте осы массамызға ұн мен қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Ұнның көлемі 200 грамм, одан артық қосуға кеңес бермеймін. Тым қатты болып қалады тестаңыз. Ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды араластырып, илегіштен өткізіп қосамыз. Ұнымызды толығымен қосып алдық. Ары қарай қамырымызды илейтін боламыз. Ең алдымен осылай шанышқының көмегімен араластырып барып қамыр илесеңіздер болады, мен секілді. Не болмаса бірден қолмен илей берсеңіздер болады. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Бізде жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Біздің үгітпелі қамырымыз дайын. Біздің үгітпелі қамырымызды пергамент қағазы төселген формаға орналастырамыз. Бәліштің формасын жасап орналастыратын боламыз. Менде форманың диаметрі 26 см. Дәл осы рецеппен жасайтын болсаңыз, бәлішті 24-26 см етіп жасауға болады. Біздің қамырымызды форманың көлемімен бір келкі етіп орналастырып аламыз. Біздің қамырымыз теп-тегіс болып шығуы үшін осылай шанышқының көмегімен бір жүргізіп шықтым, және де жан жағында осылай шанышқының көмегімен тегістеп өтсеңіздер болады. Сүзбелі массамыз дайын болғанға дейін қамырымызды тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сүзбелі массамызды дайындаймыз. Менде үй сүзбесі, кез келген сүзбе түрін қолдансаңыз болады. Сүзбемізге 200 грамм қаймағымызды қосамыз. Кез келген майлылықтағы қаймақты қолдансаңыздар болады. Келесі кезекте қантымызды қосамыз. Қосымша мен ванильді қантты қостым. Бұл қалауларыңызбен қоспасаңыздар да болады. Және де 2 жұмыртқа. Және 2 ас қасық кукурузды крахмалымызды қосамыз. Және де осы массаның барлығын блендердің көмегімен езіп араластырып аламыз. Блендермен езген жағдайда біздің массамыз түйіршіксіз бір келкі болып шығады. Егер де блендер жоқ болған жағдайда, алдымен сүзбеңізді илегіштен өткізіп алғаныңыз дұрыс. Және де кукурузды крахмалды манкаға, не болмаса ұнға алмастырсаңыздар да болады. Блендердің көмегімен біздің массамызды бір келкі етіп араластырып алдық.
біздің сүзбелі массамыз дайын. Сүзбелі массамызды біздің қамырымызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут уақытта пісіретін боламыз. Біздің сүзбелі бәлішіміз дайын, формадан босатпай суытып аламыз. Толығымен суығаннан кейін формадан босатып, кемінде 3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бұл сүзбелі бәліштің бетіне жидектерді қойып пісірсеңіздер де болады, өте әдемі, дәмді болып шығады. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Егер де сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина, астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.